Ay benim gönlüm aymalan, jayna dosta jayna dalan jürek. Сәлеметсіздерме? Біз бүгін қазақтың ұлттық тағамы бауырсақты дайындайтын боламыз. Бауырсақ сыйлы, кәделі тағам. Ол кез келген дастарханның сәнін кіргізеді. Оны дайындау үшін бізге ең алдымен ұн, тұз, жылы сүт, бір ас қасық майонез және ашытқы қажет. Ұнымызға тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырып, оған сүтімізді құямыз. Майонез қосамыз. Одан кейін арнайы дайындалған ашытқыны құямыз. Енді қамырымызды жақсылап тұрып жұмсақ қылып илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 1-1,5 сағатқа қойып тұндырып алуымыз қажет. Ол жақсылап көтерілгеннен кейін оны жаямыз. Жақсылап көтерілген қамырды жайып, осындай стақанның көмегімен домалақ пішінді бауырсақтар жасаймыз. Бауырсақтар басқа нан тағамдарына қарағанда өте дәмді, әр тойымды болып келеді. Олар әсіресе ұннан жасалған тағамдар қазақ халқында ерекше қасиетке ие болған. Бауырсақты кез келген адам сүйсініп жейді. Енді дайын болған бауырсағымызды қызған майға салып қуырамыз. Жалпы бауырсақтар әр өңірде әртүрлі жасалынады. Олардың пішіндері де, көлемдері де әртүрлі. Оңтүстік өңірлерде ши бауырсақтар жасалынады. Олар негізінен қытырлап келеді. Үрме бауырсақтар. Енді дайын болған бауырсағымызды шығарып, қазақтың бауырсағы, дастарханның сәні де, мәні де. Астарыңыз дәмді болсын. Ay benim gönlüm